Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Енді бұл қажетті келісімшарт Қазақстанның транзиттік әлеуетін арттыратын. Бірақ транзиттік әлеуетті арттыру үшін, құрметті баяндамашы мырза, осы инфрақұрылым болу керек. Бүгін сол Қытайдан кредитке алынған жаңағы жол құрылысы, мысалы үшінгі Балқаш, Алматы, Майқапшағай, Қалбатау бөлігі әлі біткен жоқ. Кеше ол жақтан азаматтар айтып жатыр. Мына бөлігі салынып біткенше, ана бөлігі бұзылып жатыр деп. Негізінде жоспар бойынша 2020 жылы барлық жол салынып біту керек болатын. Өзі мынау Қалбатау жаңағы Боғас бөлігін өзіңіз барып көрген шығарсыз. Биыл біте ме, бітпей ме? Онан кейін, егер бітпейтін болса, онда сол Қытайдан алынған зайымның жаңағы бүкіл пайдасының барлығы жоқ болып кетеді ғой. Өйткені доллар өсіп бара жатыр. Біз зайымды төлеп жатырмыз, жол әлі біткен жоқ. Осы мемлекетке осындай тиімсіз жаңағы келісім шарттарды кім жасаған, және биыл осы жолдар біте ме, бітпей ме? Онан кейін сіздер өздеріңіздің жаңағы мынау сөздеріңізге жауап беріп үйреніңіздер. Өйткені осы арада сіздер жаңағы бізге айтып кетесіздер де, онан кейін жол сол бітпей қалады. Биыл сол жол біте ме, бітпей ме? Осы сұраққа жауап беріңізші. Рахмет. Рахмет көп. Бұл сұраққа бұдан бұрын жауап бергенбіз. Төрт жалпы бізде көптен бері созылып келген жолдар бар. Ол Атырау Астрахань, Алматы мен Астана арасы, Ақтөбе Қандыағаш. Осы үш жол биыл бітеді. Қалбатау мен Майқапшаған арасындағы жол биыл бітпейді. Оны бұдан бұрында айтқанбыз, ол тек қана 25 жыл бітеді. 25 жыл, бірақ биыл біз астыңғы слоймен қозғалысты қамтамасыз етеміз.